Сәлем құрметті жан, Перизат Сұлтан каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Луиза Хей, Роберт Холден. Өмір сізді сүйеді. Өміріңізді өзгертетін 7 рухани практика кітабынан. Айнаға қарау. Махаббат айна. Оның бетіне қарауға батылың жетсе, ол саған бар болғаны болмысыңды көрсетеді. Руми. Алғыс айту күні болатын. Луиза екеуміз отбасы және достарымызбен бірге мерекелік дастархан басында ас ішіп отырмыз. 2 үлкен күрке тауық, органикалық көкөністер, глютенсіз нан, каберне франш шарабы және бадам қыртысы бар асқабақ бәлішімен толтырылған үлкен сопақ үстелдің бір шетіне жайғасқанбыз. Хизер Дейнс тамақты сүйіспеншілікпен пісірген еді. Ол күйеуінің де құрметке лайық екенін атап өтті. Мәселен, оны тағамның дәмін татушы бас дегустатор десек болады. Әдемі әңгіме өрбіп жатты. Көңіл-күй керемет. Алғыс айту күніне орай бокал көтерген сайын өмір сіздерді жақсы көреді, деді Луиза. Түстен кейін Хизер өзінің сиқырлы ас үйінде одан да мол ас ауқат дайындады. Собақ үстел қайта-қайта жиналып жайылып жатты. Менің ойымша тіпті дастархан да біз сияқты мерекені жақсы көреді. Бір кезде арамыздағы Эллиот орнынан тұрып бөлме арқылы қабырғада ілулі тұрған адамның бойын толық көрсететін үлкен айнаға қарай өтті. Эллиот айна алдында қимылсыз тұр. Содан кейін ол алға еңкейіп айнаны сүйіп алды. Луиза екеуміз осы сәтте бір-бірімізге қарап жымидық. Біраз уақыттан кейін Эллиот тағы да үстел басынан тұрып кетті. Ол айнаға оралды. Қайтадан айнаны сүйді. Сосын дастархан басына келді. Өзі өте бақытты. Көп ұзамай Эллиот айнаға баруды әдетке айналдырды. Ол біздің оны бақылап отырғанымызды білмеді. Дегенмен біз одан көз жазбадық. Оның бұл әрекетіне бәріміз сүйсініп тәнті боп отырмыз. Көрдіңіз бе, Эллиот небәрі 18 айлық бүлдіршін. Оның істегені табиғи және ойнақы. Балалар айнаны сүйеді. Эллиот өзін тамашалап отырған бір топ адам барын түсінгенде әкесі Грегті жанына қосылуға шақырады. Грег үстелден тұрғысы келмеді, бірақ Эллиот ишара тілмен білетін сөздерін араластыра отырып оны шақыруға қоймады. Грег ұлының уәжіне қарсы тұра алмады. Көп ұзамай Грег айна алдында отырды. Әуелі Эллиот айнаны сүйді, содан кейін кезекті Грегке беріп, оның сүйгенін күтті. Грег өзін-өзі қолға алды. Алға еңкейіп айнаны сүйді. Эллиот шапалақ соғып мәз болып айғайлап жіберді. Луиза, бала кезде айнадағы өзіңізді сүйген сәтіңіз есіңізде ме деп сұрадым мен. Есімде жоқ, бірақ солай істегеніме сенімдімін, дейді ол. Сосын Луиза өз сұрағымды өзіме қойды. Жоқ, сүйген емеспін, дедім мен. Бәріміз бір кезде Эллиот сияқты болдық, дейді Луиза. Оныңыз рас деймін. Және бәріміз қайтадан сондай бола аламыз, дейді ол. Қалай сонда деп сұрадым мен. Айнамен жұмыс істеу арқылы, дейді Луиза кәдімгі үйреншікті нәрсені сөз етіп отырғандай. Неге айна? Айнамен жұмыс істеу өзіңді қайтадан жақсы көруге көмектеседі деп түсіндірді ол. Әу бастағыдай ма? Я, өзіңді жақсы көре бастағанда өмірде сен жақсы көретінін түсінесің, деп қосты ол. Айнаны сүйіп алу. Көктемнің бір шуақты күні ұлым Кристофер екеуміз үйде оңаша қалғанбыз. Әйелім Холли мен қызым Бо Кю бағының жанындағы Поттери дәмханасында тек қыздар болып уақыт өткізуге кеткен. Бо 4 жасқа енді ғана толған. Қолынан келетін бүкіл шығармашылығын тәттіғылығымен қызық әрі әдемі көрсетіп жүрген кезі. Олардың үйге қайтуына аз қалды. Мен Боның соңғы туындысын асыға күтіп отырмын. Қызымды жақсы білетіндіктен бұл кемпірқосақ тәрелке, жүректері бар солқылдақ шын аяқ немесе қызғылт түске боялған көжек түріндегі тұз салатын құмыра, мұның бәрі Алиса ғажайыптар еліндегі ессіз қалпақ тігушінің ескі әрі кең шай дастарханына жараса кетер еді. Кристофердің дүниеге келгеніне 6 айға таяп қалды, ал мен оны өмір бойы білетін сияқтымын. Кейде көздеріміз түйіскенде ойнап жүрген рөлдеріміз ғайып болады. Мен әке болуды тоқтатамын, ал ол енді сәби емес, екеуміз жай ғана жан достар сияқтымыз. Мен дәл осындай сезімді Бомен бірге де бірнеше рет бастан өткердім.
Оларсыз өмірімді елестете алмаймын. Біз Құдайдың бұйрығымен бірге болу үшін жаралғандаймыз. Луизаның айтуынша біз өмір жолында өте керек болатын сабақ пен сыйды бере алатын отбасын таңдайды екенбіз. Ол You Can Heal Your Life атты кітабында былай деп жазады. Менің ойымша, біз бәріміз мәңгілікке апаратын шексіз сапардамыз. Біз бұл ғаламшарға рухани эволюциямызға қажет нақты сабақтарды үйрену үшін келеміз. Жынысымызды, теріміздің түсін, елімізді өзіміз таңдаймыз. Содан кейін мінез құлқымызды айнадан көрсететін мінсіз ата-ананы іздейміз. Холли мен Бо қоңырау шалып үйге қайтып келе жатқандарын және Кристофер екеумізге сыйлықтары барын айтты. Телефонды қойып жатып ұлымның жымиғанын байқадым. Ол көп күледі. Жалпы бүкіл нәрестелер сөйтеді. Бұл олардың табиғатында бар. Дегенмен, Кристофер жайдары көңіл күйіне бір кірсе, екі езу еш жиылмайды. Ол бәріне, тіпті гүл салатын бос құмыраға, шаңсорғыш немесе бұрағыш сияқты жансыз заттарға да күледі. Кристоферді қолыма алып, каминнің үстінде ілулі тұрған айнаға апарамын. Айналайын, Кристофер, сізді Кристофермен таныстыру мен үшін үлкен құрмет деймін. Мен оған айнадағы бейнесін көрсетіп. Кристофер күлімсірегенін кілт тоқтатты. Аң-таң болдым. Ол өзін айнадан көргенде күлкіге одан сайын қарық болады деп ойлаған едім. Өйткені ол бәріне күледі. Мен Кристоферді оның айнадағы бейнесімен қайтадан таныстырдым. Ол жымиды. Шындығында бетінде айтарлықтай өзгеріс жоқ еді. Ол ештеңе көрмегендей түр танытты. Тіпті бос күл құмырасына осылай еш реакция білдірмеген кезі болмаған. Неге Кристофер өзін көргенде ең болмаса күлімсіремеді? Мен балалық шақтағы даму психологиясы бойынша біраз зерттеу жүргіздім. Сөйтіп сәбилердің айнаға қарағанда күлмейтінін анықтадым. Олар өз-өзін танымайды екен. Неге бұлай? Мен бұл жайында Луизадан сұрадым. Кішкентай сәбилер әлі өзін денесімен бірдей көрмейді. Екеуі сәйкестендірілмеген дейді. Ол өзіне тән қарапайымдылықпен. Сәбилер денесінің үстінде ұшып жүрген, әлі қонып үлгермеген жан құстары сияқты. Олар айнаға қараған кезде денесін көрсетіп, бұл менмін немесе бұл менікі демейді. Олай ойламайды. Сәби деген тек қана сана. Таза сана. Мен деген ой жоқ. Өзі туралы ешқандай ой қалыптастырып үлгермеген. Тұлға немесе маска жасамаған. Оларда әлі невроз жоқ. Нәрестелер әлі рухтың бастапқы алғысына шомылған күйінде. Әдетте, балалар 15-18 ай аралығында айнадағы кескінін тани бастайды. Бұл айна кезеңі, яғни психоаналитик Джак Лакан айтқандай, State do mirror. Расында Эллиоттың бізбен бірге өткізген алғыс айту күнінде соншалықты мәз болуы бекер емес. Әрине, Кристоферді Эллиоттың жасына жеткенде шөпілдетіп айнаны сүйе бастады. Ол сондай-ақ біздің отбасылық ваннадағы үлкен дөңгелек шүмекті, жылтыр қасықтарды, болат кастрөлдерді, есіктің шыны тұтқаларын, өзінің түр келбетін көрсететін кез келген нәрсені сүйе беретін. Шамамен 3 жастан бастап айна біздің досымызға айналады. Балалар айнадан не көрсе, соны жақсы көреді. Бұл олардың тәні бар екенін біле бастайтын уақыт. Олар әлі де денесін жеңіл көреді. Дене олар үшін кім екенін білдіретін нәрсе емес, жай адами тәжірибе үшін қажетті форма. Бұл бет-әлпетті ары-бері созып, түрлі кейіпке енетін, тығылыспақ ойнап, неше түрлі ақмақ билерді ойлап табатын уақыт. Кристофер мен Бо айнадан көрген кескініне қатты қуанады. Көлеңкесімен ойнаған Питер Пен сияқты олар да жиі-жиі өз бейнесімен ойын ойнайды. Өзіңді өзің ретінде сезініп, сынап көру басында қызық, бірақ өмір бойы емес. Біз жекелеген мен тұлғасына ие болғанда, яғни эгоны қабылдаған сәтте психологиямызда өзгеріс болады. Айна алдында қымсынып ұяла бастаймыз. Біз камерадан ұяламыз, біресе елдің өзімізге назар аударғанын қалаймыз, біресе одан қашқақтаймыз. Махаббатты айналып өтіп тіке қорқынышқа топ ете түсеміз. Біз өзімізге баға беріп жазғыруды үйренеміз және шынайы бет бейнемізді жоғалтамыз. Айнадағы сұлба сынап мінеуден, кінәлаудан тұрады. Бұл нағыз сіз емес. Біздің шынайы болмысымыз саналатын жан құсы әлі де
ән салады, бірақ өзің жасап алған бейненің немесе үрейленіп оқшауланған эгоның шулы айқайынан оның әнін есту қиын. Бір кездері айнадан көрген сұлулық әлі күнге дейін біздің бойымызда. Бірақ ол өзімізді бағалауымызға қарай бұрмаланған. Сынап мінеуді қойғаннан кейін біз оны қайта көреміз. Бірақ қазір жазғыруға әбден етіміз иеліп кетті. Біз кінәлау арқылы ғана көре аламыз деп өзімізді сендіріп келдік. Негізі бәрі керісінше. Сіздің көзіңіз мін тағуды тоқтатқаннан кейін ғана ашылады. Егер соңына дейін тыңдаған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Махаббатпен, Перизат Сұлтан.